Сәлем қыздар, сіздермен бірге осындай сүзбеден жасалатын өте дәмді торттың сыртын қаптауға арналған стабильный крем дайындайтын боламыз. Бұл рецепттің ерекшелігі қолда бар ингредиенттерден торт қаптауға арналған тамаша крем жасайтын боламыз. Яғни творожный сыр пайдаланбаймыз. Қажетті ингредиенттердің барлығын описаниясына жазып қалдырамын. Ең бірінші ретте бізге сүзбені блендердің көмегімен езгілеп алу керек. Ескере кететін жайт, біздің сүзбеміз балғын болу керек. Қолдың сүзбесінде, дүкеннің сүзбесінде пайдалануға болады, тек суы шығып кеткен болмау керек. Крем біркелкі тегіс болып шығу үшін сүзбедегі түйіршіктердің барлығында ыдыратып біркелкі масса алуымыз қажет. Блендер пайдалану өте маңызды. Енді келесі ретте сүзбемізге қойылтылған сүтімізді қосып, тағы да араласқанша блендерлейміз. Толық араласқаннан кейін бір жерге ысырып, басқа ыдысқа сары майға қант ұнтағын қосып, жоғарғы обороттарда ағарғанша миксерлейміз. Және 82%-дан жоғары сары май пайдалану өте маңызды. Және де крем максималды түрде ақ болған қаласаңыз, сары майдың да ақ түстісін пайдаланыңыз. Ол үшін дүкенде қағазының шетін кішкене ашып қарасаңыздар, сары майларды салыстырып көрсеңіздер болады. Мен пайдаланып жатқан сары май Закрома, көріп тұрғандарыңыздай кішкене түсті сарғыштау келеді. Енді қант ұнтағымен сары майды араластырып болғаннан кейін жаңағы сүзбемізді толықтай қосып, басы біріккенше араластырамыз. Және де қыздар, түрлі түсті крем алғыларыңыз келсе, жирорастворимый красительді сары май миксерлеп жатқан кезде қоссаңыздар болады, немесе водорастворимый красительді крем дайын болуға жақындаған кезде қоссаңыздар болады. Пайдаланбастан алдын лопатаның көмегімен жақсылап араластырып, арасындағы ауаны шығарып тастау керек. Мінекей біздің креміміз дайын. Дайын болғаннан кейін бірден пайдалана бересіздер, бірақ қазір күн ыстық болғандықтан, егер де формасын жақсы ұстамай жатса, тоңазытқышқа салып салқындатып аласыздар. Формасын жақсы ұстайтын болғандықтан, торт тек істеуде ғана емес, капкейкілерде де, әртүрлі пирожныйларда да пайдалансаңыздар болады. Ал қыздар, сау саламатта болыңыздар, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.